Қалтафон. Жұмыста 1,5 сағатқа интернет өшіп қалды. Әріптестерімізбен әңгімелестік. Әжептәуір адамдар екен дейді. Адамдардың арасында наркотикке, араққа, құмар ойынға, тіпті зинақорлыққа тәуелді болып қалғандар бар. Олар үшін өмірде сол өздері тәуелді болып қалған нәрседен басқа ешқандай қызық қалмайды. Сондай сойқанның тағы бір түрі әлеуметтік желісі, интернеті бар қалтафон мен планшеттер болып тұр. Мұндай ауруға ұшырағандар ұшқыр көліктерді жүргізіп келе жатып та, тамақ ішіп отырып та, көзі ұйқыға кетіп бара жатып та, қолындағы алақандай экранға жалтақтай береді. Ең қорқынышты жағдай, оларға ешкімде, ештеңеде керек болмай қалады. Олар анасы өліп жатса да қайғыра алмайтын жағдайға ұшырайды. Мектеп жасындағы балаларға жыл сайын жазғы каникулда Құран жаттатып жүрген Әлімбек бауырымыз айтқан әңгіме бар еді. Балаларды алаңдатып, көңілдерін бөлмеу үшін ұялы телефондарын жинап аламыз. Бір күні бір бала жылап отыр. Себебін сұрадық. Әке-шешеңді сағындың ба десек, жоқ дейді. Атаң мен әжеңді сағындың ба десек, оған да жоқ дейді. Енді не керек десек, соткамды сағындым деп еңірейді дейді. Шындығында бұл күлетін емес, жылайтын жағдай болып тұр. Дәл осындай қалтафонның себебінен ажырасып жатқандар да өмірде аз емес. Жас келін күн сайын шешесіне телефонмен жылап еңірей берсе, оның жаны қайтып шыдасын. Ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деп жұлқынып шауып келмей ме? Айта берсе, бұдан келетін қауіп, оның пайдасын 10 ұрап алатын түрі бар. Ешкім жазаламайтын бір ұрылар бар. Олар сенің уақытыңды ұрлаушылар депті Наполеон деген император. Осы күні қамшының сабындай ғана өмірдің тең жартысын теледидар мен телефонға телмірумен өткізетініміз алтыннан қымбат болған минуттары мен сағаттарын бағаламайтындығымыздан. Ысыраптың жақсы жоқ, ал ең жаманы уақытты ысырап ету. Секунд сайын өміріміз қысқарып, өліміміз мысық табандап жақындап келеді. Сонымен үңілгенді айфонға күнбе күн мың, бас еттің азаматтық міндетіңнің, бетін сүрте бергенше айпатыңның, шашынан сипасаңшы бір жетімнің. Сотқа қарау заманның шарты еді, пенденің парасаты парқы еді, лайк жинап алданып мәз болғанша сауап жинап қалғаның артық еді. Байқамастай, көрместей айналаңды, виртуалды бір әлем байлап алды, шын ішінен шыға алмай шырайна алдың, шынайы өмір ойлашы қайда қалды? Дүниенің қызығы уысыңда, жүрек бар ма кеудеңнің қуысында, андроидты телефон болды жалғыз, балашаға, дос жаран, туысыңда. Ауыз-бауыз елге сыр айталмайсың, құмарға бір кірген соң қайталмайсың, саусақпенен сотканның бетін сипау, құлшылық боп кеткенін байқамайсың. Онсыз да қысқы өмірде қадір қалмай, қарап тұрып өкпемнің қабын қанай, иірім, тартпа, құрдым бәрі қалтафонның ішінен табылған ай. Қалтафон.